сіздерге бір кішігірім оқиға туралы айтып бергім келіп отыр. Бұл бертінде болған оқиға, мына артымызда тұрған жаңағы Ухудта қайтыс болған 70 шахид сахабалардың жатқан қабірі. Осы жерде ол кісілер жерленген. 2000 жылдары осы Мәдина қаласын үлкен жаңбырлы сел алған. Сол кезде осы қабірді толықтай шайып кеткен екен. Шайып кеткеннен кейін адамдар енді бетіне шығып қалады да, мәйіттер. Сол сахабалардың көпшілігі жердің бетіне жазықтыққа сыртқа шығып қалған екен. Енді бұл кісілер жай қайтыс болған адамдар емес. Бұл кісілерге шахид деген үкім беріледі. Осылардың арасында бір сахаба мына найзамен бүйірінен жараланған екен. Сөйтіп анау жараланғаннан кейін қолы мына жерге қойған бетте не істеген? Құлаған, сол жерде жатқан. Жаңағы бүйірінен шаншылып қайтыс болған сахаба қолын осылай қойған күйі жарақатына қайтыс болған, сол күйінше жерленген, сел болған кезде, жердің бетіне шыққан кезде сол күйінше жатқан екен. Кейін ол кісіні қайтадан өзінің орнына жерлеуге кірісіп жатқан адамдар байқаусыз да қолын көтеріп қалған екен біреу. Сол кезде байқаусыз да қолын көтеріп қалған кезде мына жердегі 1400 жыл бұрынғы жарақаттың қаны бүгін жарақатталған адам сияқты ып-ыстық болып шығып жатыр дейді ғой. Осыдан түсінсек болады Алланың сөзі қандай хақиқат. Али Имран сүресіндегі «Уала тахсабанналлазина кутилу фи сабилиллахи амуата, бал ахяун инда раббихим юрзақун». Олар тірі, оларды өлдіге санамаңдар, Алланың қасында олар рызықтанып жатыр дейді. Міне сол шахидтардың кезінде оқиғасы осылай болған екен. Сонда бұл кісілер өлген жоқ. Бұл кісілер тірі және Алланың қасында рызығын алып жатыр.